Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында беляш жасайтын боламыз. Оған бізге 1 ас қасық шекер, 10 грамм дрожжи, ол бізге 1 ас қасықтай болады. Апары дайындап жатырмыз біздер. Жылы сүт 2,5%. Осылай қоямыз. Бір 10-15 минутқа қоямыз осылай. Дрожжесі көтерілу үшін. Міне қыздар, апарымыз көтерілді. Енді оған 2 жылток, 2 ас қасық май, 1 стакан жылы сүт, тұз, осының барлығын араластырамыз. Оны қосамыз енді. Жұмсақ қамыр илейміз. Осылай жақсылап үйлеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Сыртынан осындай май жаға қоямыз. Бетін жауып, жарты сағатқа демалуға қоямыз. Қамырымызды демалуға жарты сағатқа қойдық. Енді начинкасын дайындаймыз. 500 грамм фарш аламыз сиыр етінен, және оған 1 жуа. Ұсақтап тураймыз.
Tuz salamız. Qara burç salamız. Осыны жақсылап ысамыз. Шамалы сүт құямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бұны шарик қылып бөліп алатын боламыз. Что-то мама, что-то 20 минут тұрсын.
жайлап, аккуратно, тез форма жайымыз. Мама. Маған бар? Бай тұр. Шимям. Беляши бұл. А? Беляши. А, булочки. Булочки. Майымыз қызып жатыр. Бірақ қатты қыздырмаймыз. Себебі май қатты қызып кетсе, сыртындағы қамыр күйіп кетеді де, ішіндегі еті піспей қалады. Осылай равномерно осылай жайып алсақ, ішіндегі еті бәрі бір тұтас, бір түлкі болып жайылады. Сондай резко басып қалмаймыз үстінен. Осылай жаймен басып шығамыз. Bu şokolayı nasıl oldu? Bu ana bu mama. Mami ke ana şimdi ha? Спорсын балаларым. İşin götüm. Ama işin götüm gelmişler.